Баршаңызға қайырлы кеш, құрметті менің көрермендерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен керемет кешкі ас дайындайтын боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, комментария жазып, тіркелмесеңіздер тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Осылай барлығын ашып, тазалап, осылай ұсақтап турайтын боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, ерекше болып шығады. Кешкі асқа болмаса түскі асқа жасап жесеңіздер болады. Өте дәмі ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көрсеңіздер болады. Қызып тұрған қазанымызға 2 қасық сұйық май қосып, осылай етімізді туралған етімізді салып қуыратын боламын. Осылай жақсылап қуырып аламыз. 5 минутқа бетін жауып қалдыратын боламын. 5 минуттан кейін ашып, мұны өздеріңіз көріп тұрғандай ұсақтап туралған пиязымызды салып, оны да жақсылап қуыратын боламын. Жақсылап араластырып, үстіне соусымызды құйып жібереміз. 2 қасық, енді бұны қоспасаңыздар болады. Өз қалауларыңыз бойынша 2 қасық соус қостым мен. Дәмі ерекше болады. Енді бұны қосқанда енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша, ұнамаса қоспай қойсаңыздар болады. Үстіне өздеріңіз көріп тұрғандай ұсақтап туралған сәбізімді салып жақсылап қуыратын боламын. Мен қызанақты осылай салып жатырмын. Сіздердің өз қалауларыңыз бойынша томат сасаңыздар болады. Томатпен алмастырсаңыздар болады. Осылай жақсылап араластырып қуыратын боламыз. Жауып қоямыз. Енді қамырына 1 жұмыртқамызды жарып, оның үстіне 1 пиала суымызды қосып, үстіне тұзымызды салып, жақсылап араластырып, қамыр илейтін боламын. Мен видеом ұнаса, лайк басып, комментария жазып, тіркелмесеңіздер тіркеліп, осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Осылай қатты қылып қамыр илейміз. Өздеріңіз көріп тұрғанда енді оны жақсылап илеп болып, бетін жауып 5 минутқа қалдырамын. Осылай укропымызды сақтап турайтын боламыз. Енді көбірек қосу керек екен негізі укропты. Менде укроп бар осы болғандықтан барымды ұсақтап турап салдым. Осылай бәрін ұсақтап турап шығамыз. Енді осы жаңа илеген қамырымызды жаятын боламын. Етіміздің қайнап атқаны 1 сағаттай болды. Етіміз пістау деген кезде өздеріңіз көріп тұрғандай ұсақтап туралған картошкамызды саламыз. Оған тәтті бұрышымызды салып, ішіне жаңа өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша приправаларын сасаңыздар болады. Соларды салып, үстіне су құятын боламыз. Осылай су құйып, бетін жауып қоямын. Өздеріңіз көріп тұрғандай қамырымды жайып, оның үстіне сұйық майымызды жағып шығатын боламыз. Орағанда жабысып қалмау үшін осылай сұйық май жағыңыздар міндетті түрде. Осылай май жағып болғаннан кейін оның арасына жағы укроп сақтап тұрылған укропымызды
салатын боламын. Енді сіздер өз қалауларыңыз бойынша сәбіз сасаңыздар да болады, теркіден өткізіп, болмаса пияз сасаңыздар да болады. Өз қалауларыңыз бойынша осылай укропымызды салып, жақсылап орайтын боламын. Жақсылап осылай орайтын боламыз. Мен ораған кезім видеоға түспей қалыпты. Енді осылай орап осылай кесетін боламын. Сіздердің өз қалауларыңыз бойынша домалақтап орап кессеңіздер де болады. 4 бұрышты қылып кессеңіздер де болады. Осылай жақсылап орап шығамыз да осылай кесіп шығамыз барлығын. Өздеріңіз көріп тұрғандай суымыз қайнап, картошкаларымыз пістау деген кезде енді қамырымызды салатын боламыз. Осылай су көбіктеу болу керек, өйткені қамырымыз піспей қалуы мүмкін. Осылай бәрін бетіне орналастырып шығатын боламын. Өте дәмді, ерекше болып шығады екен. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментария жазып, осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Бетін жауып 20 минутқа қалдырдым. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай 20 минут өтті. Тамағымыз өте керемет болып пісті. Енді осылай бетіндегі қамырларын бірінші салып аламыз.